Баршаңызға сәлем, сіздермен Фироза. Бүгін мен сіздерге кеспе, орысша айтқанда лапша дейміз ғой, өзінің кеспе кесу тәсілімен бөлісетін боламын. Кеспелеріңіз мүлдем езілмей, жабыспай шығатын болады. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырамыз. Мүлдем су қоспаймыз. Кеспеміздің езілмей, жабыспай шығуының сыры осында. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды жарты-жартыдан бөліп отырып салатын боламыз. Оның барлығын бірден салсаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Бастапқыда шаншқымен араластырамыз, одан кейін қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз тым қатты, тым жұмсақ болмауы тиіс. Міне қамырларымызды жақсылап илеп алғаннан кейін қамырымыздың бетін жауып 10 минутқа тындырып қоятын боламыз. 10 минут тұрып тынған қамырымызды алып, жаюды бастаймыз. Қамырымызды алып, бастапқыда қолымызбен үстінен баса отырып, кішкене үлкейтіп аламыз. Одан кейін оқтаумен қамырымызды жайып шығатын боламыз. Қамырымызды жайған кезде екі шетінен баса отырып жаямыз. Сол кезде біздің қамырымыздың екі шеті қалың болмай, бір тегіс болып шығатын болады. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Еттің қамырын жайған секілді жұқалықта жаятын боламыз. Қамырымызды жақсылап бір тегіс жұқа етіп жайып алғаннан кейін кішкене қамырымызды кептіруге қоямыз. Бұл міндетті емес, негізі кептірсеңіздер қамырларыңыз жақсы кесілетін болады. Мен аздаған уақытқа кептіріп алдым, одан кейін үстінен ұнымызды сеуіп, оқтауымызға қамырымызды орап, ортасынан кесіп, видеода көргендеріңіздей етіп, екіге бөліп аламыз да майдалап кесетін боламыз. Міне осылай видеода көргендеріңізде қамырымыздың барлығын жіңішкелеп кесіп шығатын боламыз. Қамырымызды кесіп алғаннан кейін сорпамызға салып пайдалануымызға болады. Немесе кептіріп алам десеңіздер, кептіріп алсаңыздар да болады. Ол үшін сүлгіге немесе газетімізге қамырымызды салып, үстінен матамызды жауып қоямыз да 1-2 сағатқа кептіріп алсаңыздар болады. Және бұл кепкен қамырларымызды холодильникте сақтауымызға да болады. Міне біздің кеспелеріміз дайын болып шықты. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.